Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын сметаник рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Дайын болды. Бұны духовкадан шыққаннан кейін 2 сағатқа суытып алыңыздар. Одан кейін дәмін көре беруге болады. Ал енді дәмін татып көрейік. Торт өте керемет, өте нәзік болып шықты. Осы видеоның астына лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.